Құйрық май құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Мұндай май жекелеген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Қой қысқы тебінде жайылғанда жетіспейтін қорегін құйрықтан біртіндеп алып толтырады. Құйрық май Орта Азия мен Қазақстан халықтарының әртүрлі ұлттық тағамдарын дайындағанда пайдаланылады. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған. Сонымен қатар құйрық май тұмауға қарсы таптырмайтын ем. Балалар мен ересектер салқын тигенде құйрық майды ыстық күйінде қасықтап ішсе, адам ағзасына шипасын тигізетінін атап өтуіміз қажет. Құйрық майды ерітіп берудің екі жолы бар. Біріншіден, құйрық майды еріткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы, еріткеннен соң оның үстіне су құйып біраз қайнату керек. Сонда піскен құйрық май болады. Оған сарымсақ қосып, біраз суыған соң 4-5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сырылдағаны кетеді. Сондай-ақ қазақ халқы қыстың аязды күнінде бет үсімес үшін құйрық майды жаққан. Қол немесе аяқтың тілінген жеріне құйрық майдың тілімін таңып қойған. Ол жараның тезірек жазылуына септігін тигізіпті.